Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Нұргүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай дайындалатын лаваштан рулет жасайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, бірге жасап көрсеңіздер болады. Бізге қажетті заттар 3 жұмыртқа, шұжық, қызанақ, сыр және лаваш қажет болады. Ең әуелі шұжықтарымызды жіңішкелеп, текшелеп турап аламыз. Қажетті заттардың мөлшерін описанияға жазып қалдыратын боламын. Келесі кезекте қызанағымызды да текшелеп, майдалап турап аламыз. Сонан соң қайнатылған 3 жұмыртқамызды үккіштен өткізетін боламыз. Сіздер егер қаласаңыздар майдалап турасаңыздар да болады. Сонан соң үстінен үккіштен өткізілген сырымызды салып, 2 ас қасық майонез қосып, 1 келкі болғанша жақсылап араластырамыз. Бұл лаваштың ішіне салынатын начинкасы. Енді лавашымызды алып, ортасына дайын болған салмамызды салып, барлық жеріне бірдей етіп, тура видеодағыдай салып аласыздар. Сонан соң рулет тәріздес етіп орап аласыздар. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Себебі алдағы уақытта сіздермен түрлі пайдалы рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Ал енді дайын болған рулетімізді қызып тұрған табаға біраз қасық май құйып, 2 бетін қызартып, қуырып аламыз. Міне дайын болған рулетімізді табамызға салып, ең төменгі отта қақпағын жауып, қызарғанша пісіреміз. Келесі бетіне ауыстырып, бетін жауып, қызарғанша пісіріп аламыз. Міне біздің рулетіміз дайын болды. Жұп-жұмсақ, дәмді болып шығады. Таңғы асқа жасап көрсеңіздер болады. Дайын болған рулетімізді кесіп, дастарханға ыстықтай ұсынсаңыздар, өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Тойымды, тез, оңай рулеттердің бірі. Достар, егер видео пайдалы болған болса, лайк басып, арнама тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.